Таң әріптестер, бүгіннен бастап көлік жүргізушісі болсам ба, қоғамдық көліктің жүргізушісі болсам ба деп ниеттеніп отырмын. Өйткені дәл осындай түрлі түсті бояулармен безендірілген қоғамдық көлікті өз басым алғаш рет көріп тұрмын. Жалпы кешеден бастап қала көшелерінде дәл осындай кішкентай көліктер, автобустар деп айтайық, қала көшелерінде пайда бола бастады. Адамдардың көзі ақырындап үйреніп жатыр. Жалпы бұл көліктер кімдерге қызмет етеді, қай бағыттарға жүреді деген сұрақтың жауабын білу үшін арнайы біз Нұрлы-жол теміржол бекетіне келіп тұрмыз. Оператор мырза, міне шамамен осылай көрінеді енді автобусымыз. Біздің қасымызда спикерлеріміз бар. Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының ресми өкілі Мәди Мұхамедқали мырза және жоба жетекшісі Жандос Мұқатаев мырза. Алдымен Мәди өзіңізден сұрасақ, бұл енді біздің білуімізше Нұрлы-жол теміржол бекеті және Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайынан қатынайтын көліктер. Алдымен негізгі мақсат қандай қажеттіліктен туып жатыр деген сұрақты қояйықшы. Бірінші кезекте бұл біздің жолаушылардың сұранысы бойынша енді өздеріңіз білесіздер, біз бұған дейін де жолаушыларды осы тасымалдау мақсатында, яғни вокзалдан үйге дейін деген қызметті іске қосқан болатынбыз. Бұл сонымен қатар бұл интермодалдық жолаушылар тасымалдау жүйесін әрмен қарай жетілдіру мақсатында осындай қызметті іске қосып отырмыз. Яғни мысалы бұл вокзалдан әуежайға дейін және ары қарай Қосшы қаласына дейін жолаушылар тасымалдау мақсатында осындай жобаны жүзеге асырып отырмыз. Бұл әзірге енді бізде пилоттық режимде ақырындап осылай жүзеге асырып тұрмыз. Алдағы уақытта бұны әрмен қарай жетілдіреді деген ойдамыз. Енді барлығы енді уақыттың еншісінде. Тамаша, енді Мәди, келесі сұрақ, жалпы бағыттар туралы сұрағымыз келеді. Мысалы айттыңыз ғой, және Нұрлы-жол, аэропорт және Қосшы. Уақыттар бар ма? Мысалы таңғы сағат осындай аралыққа дейін жүреді деген. Әлде бұның маған сұрасаңыз, қазіргі таңда біз оны зерттеп жатырмыз. Ең көп адам келетін уақытты әлі зерттеулі. Бірақ мысалға қарасаңыз, біз 9-дан бастап зерттеп, қашан адам келетін, неше адам, қанша адам келетін, соны бағыттап ары жүргізіледі. Мысалға қазір ең жақсы уақыты, адам көп келетін уақыты, оны 9:30, 9:40 деп ойлаймыз. Қазіргі кезде. Бірақ әлі зерттеп жатырмыз. яғни нақты уақыттар қазірше белгісіз ғой? Әлі белгісіз. Жақсы. Мысалы осы жерде енді қоса кеткен жөн, енді біз бұған дейін айттық қой, вокзалдан үйге дейін тасымалдау жүйесі бойынша, мысалы қызметі бойынша. Мұнда яғни 85-86 пойыз, және Астана-Шымкент бағытындағы, және нөмір 3, нөмір 4 Тальго пойызы Алматы-Астана бағытында қатынайтын жолаушылар үшін осы вокзалдан келген уақытта тасымалдайтын жолаушылар. Ендігі мына қазіргі қосытқан бұл қызмет түрі, яғни тек белгіленген бір пойыздарға емес, жалпы жолаушыларды тасымалдау мақсатындағы, мейлі сол күтуші болсын вокзалда, мейлі басқа пойыздың жолаушысы болсын, солардың барлығына дерлік, енді жаңағы әріптесім айтып отырған өзі ғой. Негізі жалпы осы 8:30 таңғы уақыттың кезінде көбінесе жолаушылар осындай жаңа такси, автобус тасымалдау қызметіне жүгініп отырады. Осы орайда біз қазір бұл жүйені енді қосып отырмыз, бірақ содан кейін ғана барып біз өзіміз бір оң нәтижесін көре отырып, қай уақытта тиімді жолаушылар тасымалдау керектігін көрсек болады. Енді алдағы уақытта барлығы көрсетеді. Енді Жандос мырза, қараңызшы, көлікке отырды, келген жолаушы қалаған бағытын апарып тастай ма, әлде нақты бір белгіленген нүкте бар ма Қосшыда және қаланың ішінде? Қараңыз, біз оптималды нүктені қарастырамыз. Адамға ең жақын орынды сол жерге дейін жеткіземіз. Бұл нақты такси емес. Ол бір нүктеден екінші нүктеге дейін. 10 адам кіреді. Яғни барлығын бір нүктеге апарып тастайды, Жоқ, бір нүктеге емес. Бір нүкте, аяғында. Бір адамда, мысалға, адамдар бір орынға келмейді ғой. Яғни ішінде отырған адамның ең соңғы аялдамасына апарып тастайды, жол жөнекей қажетті адамдар түсіп қалады. Жақсы, түсінікті. Енді қымбатты көрермен, тікелей эфирдеміз, уақыт шамалы, сондықтан да қысқадан нұсқа қайыруға тура келіп тұр. Жалпы қателеспесек 950 теңге.
құны. Енді бұның бағасы сіздер үшін тиімді ме, әлде 90 теңгелік автобусқа қоғамдық көлікке отырған ыңғайлы ма? Енді ол жағын өздеріңіз шешесіздер. Жалпы қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында жасалып жатқан дүние. Жаңа айтқандай, алдағы уақытта бұл шағын автобустардың көлемі көбеюі мүмкін деген деректерді айтып жатыр. Әріптестер, енді біздегі бар ақпарат осы. Сөз сіздерде. Көп рахмет, Серік.